Ассалаумағалейкум ағайындар, YouTube каналының көрермендері, менің оқырмандарым. Көріп тұрғаныңыздай мынау алмұрт груша, алмұрт жеміс ағашы. Міне көріп тұрғаныңыздай бойы кішкентай, бірақ сонда да гүлдеп, міне жеміс түйіп жатыр. Бұл енді жақсы жеміс береді деп ойламаймын, өйткені бойы кішкентай. Болашақта енді бұдан мол жеміс жейтін ойымыз болса, бұны бойын өсіріп алуымыз керек. Бұның бойы өспесе, бұдақтары болмаса, ол қайдан жеміс берсін? Кішкентай болса да гүлдеп жеміс беріп тұрса, оны қуанудың қажеті жоқ. Оның бойын өсіріп алуымыз шарт. Соның үшін мына түйіп тұрған жемістерін қиып тастаймыз. Мұны мына гүлдеп тұрған кезде де жасау керек еді, енді мен қолым тимей қалды. Сонда да жасаймыз. Түйіп тұрған жемістерінің бәрін қиып тастаймыз. Себебі бұның бойын өсіріп алуымыз керек, достар. Мінекей, жемістерінің бәрін қиып тастадық. Егер бұл мына жеміс түйетін болса, осы күштің бәрін осы жемістеріне беріп, бойы өспей қалуы мүмкін. Мысалы, келесі жылы да осындай бойы сәл өсіңкіресе, келесі жылы да жемістерін қиып тастауымыз керек. Бойын жақсы қылып өсіріп алып, содан кейін жеміс күтсек болады, достар. Мынандай бойменен енді бұдан жеміс жеймін деп ойлаудың қажеті жоқ. Енді ол кем дегенде алмұрттың бойы кем дегенде осындай болу керек, достар. Міне мына екеуі де дәл сондай алмұрт, бойлары кем дегенде 3 метр анық бар, одан да жоғары. Міне бұтасы көп, несі көп, оның жемісі де көп жеміс тиеді. Соның үшін, достар, мынадай болып өсіп тұрған алмұрт болсын, басқа да жеміс ағаштар болсын, осындай болып бой кішкентай кезінде гүлдесе, оның енді 1-2 жылға дейін жемістерін жаңағыдай гүлдеп тұрған кезде қиып тастап бойға өсіріп алуымыз қажет, достар. Бойға өсіріп алғаннан кейін бойы биік болса, бұтақтары көп болса ғана ол көп жеміс береді. Оны енді бәріңіз білесіңіз. Осылай, достар. Енді оның 1-2 жылға дейін жемісінің керегі жоқ. Бойын өсіп алуымыз керек. Жаңағыдай бойы кем дегенде 2 метрден жоғары, 2 метр сондай болған кезде ол енді мол жеміс береді, достар. Каналға жазылыңыздар. Жемістеріңіз көп болсын, мол болсын. Аман сау болыңыздар, достар.